Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен мен Бағнұр. Мен Қазақстан тарихы пәнінің оқытушысымын, және сіздермен біз бүгін ежелгі дүние тарихын зерттеуді бастаймыз. Жалпы ежелгі дүние бөлімінде Қазақстан тарихының ежелгі жазбаларын, Қазақстан тарихы туралы және де археологиялық қазба жұмыстары мен зерттеушілерді қарастыратын боламыз. Жалпы ежелгі жазбалар мен зерттеушілер, біз өзіміз күнделікті өмірде ақпаратты түрлі каналдардан, түрлі арналардан аламыз, әлеуметтік желілерден аламыз. Бірақ көне тарих туралы, жалпы ежелгі дүние туралы айтқан кезде, ең бірінші кезекте біз көне грек рим авторларына және де сол сияқты көптеген көне авторларға жүгінеді екенбіз. Жалпы ең бірінші біз Геродот туралы айтамыз. Геродоттың тарих еңбегінен бастайық. Геродотты біз тарихтың атасы ретінде білеміз, иә. Көбіне грек рим авторлары, олардың мәліметтері нақты деректе жатпайды. Бұл ең бірінші себеп, оған адамдар көрген, білген суреттейді. Тарих деген бұл сөздің мағынасы жалпы өзі суреттеу, бейнелеу деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл деректер көбіне ауызша хабарлар ретінде сақталады, және де оларға көбінде әсірелеушілік, сонымен қатар мифологиялық негіздегі әңгімелер қосылып жазылуы мүмкін. Және де Геродоттың тарих еңбегіне біз заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың 2-ші жартысынан бастап біздің заманымыздың 1-ші ғасырына дейінгі аралықта өмір сүрген Қазақстан территориясындағы сақ және скиф тайпалары туралы мәлімет, сонымен қатар ұлы Кирдің осы Орта Азия жеріне сақтарға қарсы жасаған жалпы жорығы туралы білеміз. Келесі біз Европаның өзін шулатқан және де әйгілі ғұндардың тарихын біз Рим тарихшысы Амиан Марцелиннің деректерінен білеміз. Ал Александр Македонскийдің Орта Азияға жорығы, сонымен қатар сақ тайпаларына жасаған жорығын біз Страбонның география кітабының 11-ші кітабынан және де Үлкен Плинийдің жаратылыстану тарихы, сонымен бірге Птоломейдің география еңбектерінен білеміз. Осы кезеңде тарих сахнасына жалпы Қытай жазба деректері келеді. Қытай деректері өте көне және де өте нақты деректерге жатады. Ең бірінші Чжан Цяньнің біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда жазған Батыс елдері туралы еңбегі. Бұл жалпы Ферғана, Жетісу, Қаңлы, сонымен қатар Бактрия жеріне жасаған Чжан Цяньнің сапарының нәтижесінде туған еңбек болады. Бұл жерде біз және де осыдан кейін Сыма Цяньнің Шици, яғни тарихи жазбалар еңбегін айтып өтеміз. Жалпы Қытай деректері өте құнды дерек болып табылады. Оның біріншісі сол жазушылардың еңбектері, және де екіншіден Қытайлардың, ғұндардың және де Орта Азияда өмір сүрген халықтардың тарихына араласу болып келеді. Яғни қытайлықтар ғұндармен арасында жүріп отырған тартысты күрестің нәтижесінде көптеген деректерді сақтап қалған болатын. Келесі бізде парсы немесе Иран деректері. Жалпы парсы, Иран ол бір ұғым, бір түсінік. Авеста қасиетті кітабында арийлер мемлекеті туралы көп дерек келтіріледі. Жалпы арийлер мемлекетінің географиясы деген бөлімде жалпы Орта Азияны біз заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта мекендеген тайпалардың өмірі туралы және де олардың қандай өмір салты болды, мәдениеті, шаруашылығы туралы бізге көп дерек береді екен. Келесі парсы дерегі ол Бехистун жазбалары. Бірінші Дарийдің біздің заманымыздан бұрын 522-486 жылдары билік етті десек, оның билік еткен жылдарындағы жорықтары, сонымен қатар оның билік еткен жылдарындағы қандай оқиғалардың барлығы болды, соның бәрін біз Бехистун жазбалары арқылы білеміз. Жалпы Орта Азия халықтарының парсыларға қарсы көтерілісі және де олардың далалық көшпелі өркениетпен болған арасындағы мәдени, сонымен қатар саяси байланыстың нәтижесінде біз парсы деректерінен осы Қазақстан территориясында халықтар туралы көп мәлімет аламыз. Келесі бізде біздің заманымыздың 1-ші ғасырында өмір сүрген, яғни бұл өте ежелгі деп те айта алмаймыз, иә. Біздің заманымыздың 1-ші ғасырындағы түркі халқы, яғни түркі мемлекеті туралы көп мәлімет беретін бізге ол Орхон Енисей жазбалары немесе көне түркі жазбалары. Көне түркі жазбалары, руникалық жазбалар жалпы 24 әріптен тұрады. Руна деген сөздің мағынасы құпия, жұмбақ деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл ірі жазбалар 2-ші
түрік яғни шығыс түрік мемлекеті туралы және де ұйғыр мемлекетінің белгілі қайраткерлерінің құрметіне жазылған болатын, мынандай құлпытас ретінде. Жалпы осыдан кейін бұл руна жазуларын басында ешкім түсінбейді, және де осы қазақ даласын зерттеуге келген орыс зерттеушілері 1893 жылдан бастап, яғни ең бірінші болып көне түркі жазуларының құпиясын тапқан Вильгельм Томсон болды. Және де кейін осы Орхон ескерткіштерінің аудармасын жасаған және де тұңғыш аудармашы болған ол Радлов. Қазір 255 деген санды құрайтын руналық ескерткіштер жалпы жәдігер ретінде Қазақстан Республикасының ақпарат және мәдениет министрлігінің тіл комитетінің қорына енгізілген болатын. Осы кезде біз айттық, орыс зерттеушілері қазақ жеріне келді деп. Бұл жерде қазақ жеріндегі археологиялық жұмыстардың басталуы. Ең бірінші 1826 жылдан бастап дәл осы Радлов Алтайдағы мұздықтардың сол жердегі мәдениеттердің жалпы қазба жұмыстарына кіріседі. Ол жерде мұздықтарға айналған мәдениеттердің ішінен қазба жұмыстарын жүргізген кезде көптеген жәдігерлер табылады. Кейін осы экспедициядан кейін Пантусовтың экспедициясы қашалған ежелгі кескіндер, яғни петроглифтар, тасқа қашалған суреттердің жұмбағын анықтауға тырысады. 1889 жылы Жетісудағы 3 қорғанға қазба жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл кім? Пантусов. Бізге 1894 жылдары Бартольд Шу Талас Іле алқаптарындағы ескерткіштерді зерттейді. Жалпы осы кезеңде қазақ жеріндегі жалпы археологияның дамуына, тарихты зерттеуді дамудағы бір алға жасалған қадам ол 20 ғасырдың басындағы Орынбор мұрағат комиссиясының ашылуы. Жалпы осы кезде 20 ғасырдың басында 20-30 жылдары тарихи сахнаға бізде Қаныш Имантайұлы Сәтбаев шықты. Қола дәуірінде зерттелген Ақтөбе облысының жалпы 500-ден аса қоныс пен қорғандары зерттеліп, таспен қаланған мұртты обалар осы кезде табылады және де оларды зерттеу жұмыстары толық жүргізіледі. Бесоба қорымында жалпы қазба жұмыстарын жүргізіп, содан кейін Тараз қалашығын ашады және де Сарыарқаның ежелгі ескерткіштерін зерттеген Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болды. Жалпы Қаныш Сәтбаевтың серігі десек болады, және де серіктесі Әлкей Хаканұлы Марғұлан. Жалпы осы кезде біз айтатын, мақтан тұтатын ол Қазақ ғылым академиясының ашылуы. Қазақ ғылым академиясы ашылды қашан? 1946 жылы. Осы кезде Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, археология және де этнография институтында Орталық Азия археологиялық экспедициясы ашылады. Ол экспедицияға жетекшілікті кім жүргізеді? Әлкей Марғұлан. Бұл экспедиция барысында қандай зерттеулер жүргізілді? Ең бірінші Сарыарқа зерттелгенін айтуымыз керек. Яғни Сарыарқа ол даланың төсіндегі дейміз, қазақ жерінің орталығы. Жалпы Сарыарқада көптеген қорымдар табылады және де сол жерде темір қорытудың отаны, яғни өзегі болғанын тапқан болатын. Энеолит, неолит мекендері, қола дәуірінің қоныстары мен қорғандары және де сақ түрік жерлеу орындары. Сонымен қатар ерекше бізге мән берген ол орта ғасырлық қалалар. Сонымен бізге келетін тапсырмалар қандай болуы мүмкін? Әлкей Марғұлан суреттегі тұлғаны тап. Ең бірінші бұл суреттегі тұлғаны тап деген жалпы сұрақ екі тұлғаға да келу мүмкін. Яғни екі академик ғалымдар, академик ғалым. Себебі ол кезде уже бізде академия ашылды, Қазақ ғылым академиясы. Әлкей Марғұланның әлемнің ғылыми жұртшылығының жоғары бағалаған көшпенділер өмір сүрген дала дәстүрі мен тұрмысына арналған еңбегі ол орталық Қазақстандағы Беғазы Дәндібай мәдениеті. Яғни, Беғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Әлкей Марғұлан. Жалпы Қаныш Сәтбаевтың осы 20-30 жылдарда Ақтөбе облысында жүргізілген археологиялық қазба жұмысы деген кезде біз бесоба деп жауап береді екенбіз. Жалпы 50-ші жылдары екінші сталиндік репрессиялар басталады. Сөйтіп бұл екі академик ғалым шетелге көшіп кетуге мәжбүр болады. Себебі қудалауға ұшырайды. Осы кезде 60-шы жылдарда
Кемел Ақышевтың экспедициялары бізге белгілі. Іле археологиялық экспедициясы 1954 жылы жасалған және де Сақ үйсін дәуіріне тиесілі тас қорғандардың табылуы, сонымен бірге Бес шатыр патша қорғаны, Тамғалы шатқалындағы петроглифтер ашылады. Осы кезде сенсация болған 69 жылы Есік қорғаны және де одан табылған алтын адам. Сонымен қатар бұл неге үлкен жаңалық болды десек, бұл жалпы алтын адамның табылуы әлемдік ғылыми жұртшылдықтың мүлдем осы сақ көшпелі өркениетке деген көзқарасын өзгерткен болатын толықтай. Осыдан кейін 70 жылдары біз негізі хронологиямен келе жатырмыз. Қадырбаевты айтамыз. 70 жылдары петроглифтерге зерттеу жұмыстарын жүргізген кім деген кезде біз Қадырбаев деп жауап береміз. Және де 70-80 жылдары Отырар, Қостөбе, сонымен қатар Түркістан орта ғасырлық қалаларына қазба жұмыстарын жүргізген Қадырбаев болды. Қадырбаевтың ғылымдағы тағы бір рөлі, үлесі дейміз, ғылымға энеолиттік ботай мәдениеті мен терсек мәдениетін енгізді. Бұл жерде біз шатаспауымыз керек, себебі ботай мәдениетін зерттеген тағы да бір бізде ғалым бар, ол Виктор Зайберт. Яғни Виктор Зайберт нені ашты? Бұл зерттеуші жалпы ботайлықтардың мал шаруашылығымен айналысқан, және сонымен қатар 80 жылы, егер Қадырбаев 70 жылы ғылымға енгізген болса, 80 жылы энеолиттік ботай мәдениетін зерттеп және олардың жылқы малын алғаш қолға үйреткенін дәлелдеген ол Зайберт. Мал шаруашылығымен жалпы жылқыны қолға үйреткен дәлелдеді кім? Ол Виктор Зайберт. Келесі біз Байпақовты қарастырамыз. Іле Алатауының далал аймағында және тау бөктерлерінде сақтардың отырықшы қоныстарының табылуы. Бұл Байпақовтың үлесі. Және де Жетісудағы таулы аймақтарда Көлсай археологиялық мәдениетіне жататын ескерткіштерді зерттеген ол да Байпақов болды. Сонымен қатар Берел қорғандарының қазба жұмыстары барысында ерекше жәдігерлер табылды. Кімнің арқасында? Байпақовтың арқасында. Қазақстандық петроглифтер өте ерекше зерттеуге тұратын жәдігерлер болып табылады жалпы археологиялық тұрғыдан. Сонымен қатар 2004 жылы Тамғалы ЮНЕСКО-ның мәдени мұраларының тізіміне енген болатын. Жалпы біз осымен көшпелі өркениетті, көшпелі мәдениетті қалыптастыра алдық. Бұл түсінік қалыптасты. Енді осы түсінікті жалпы ғылыми жұртшылықтан бөлек жалпы адамзатқа тарататын ол этнографтар. Яғни бұл түсінікті таратумен айналысқан Зиманов, оның еңбегі қазақтардың 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қоғамдық құрылысы еңбегі, сонымен қатар қазақтың жайылымдық көшпелі қоғамы деген Шахмановтың еңбегі, және де 17-20 ғасырдың басындағы қазақтардың көшпелі қоғамы деген Толыбековтың еңбегі. Көшпелі қоғам, оның шығуы, дамуы және де құлдырауы деген Кішібековтың еңбегі. Сонымен қатар қазақтардың көшпелі өркениеті деген Масановтың осындай ғалымдарымыздың біздің этнографиялық еңбектері бар. Жалпы осыдан біз ежелгі жазбалар, сонымен қатар археологиялық қазба жұмыстары және де зерттеушілерді талдап біттік. Сонымен қатар ежелгі жазбалар мен зерттеушілер сабағын осымен аяқтаймыз. Сау саламатты болыңыздар.